Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Абу Даудте бір әсем хадис келеді. Екі қасиет жеңіл болады. Адам егер оны айтса, жәннатқа кіреді дейді. Сосын сахабалар сұрайды ғой: "Ва Расулалла, айтыңызшы, ол қандай жеңіл нәрселер?" деп. Сонда айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: 5 уақыт намаз оқып бола салысымен 10 рет субханалла, 10 рет альхамдулилля, 10 рет Аллаху акбар десеңіз, осы 50 нәрсе таразда саған 1000 есе сауап алып келеді дейді хадис мағынасында. Және екіншісі, кім ұйқыға жатардан бұрын 34 рет Аллаху акбар, 33 рет субханалла, 33 рет альхамдулилля деп айтатын болса, Алла тағала ол кісіге қызметшіден де артық сауап береді ғой. Міне осы екі қасиетті жасаған адам жәннатқа кіреді дейді. Сонда тұрып бір кісі сұрайды: "Я Расулалла, бұндай оңай нәрсе болса, неге бұны орындаушылар аз?" дегенде пайғамбарымыз айтыпты: шайтан әдейі сіздің ұйқыңызды келтіреді. Шайтан әдейі сіз намаз оқып жатқанда намазыңызды бұзып, әртүрлі ойлар келтіреді. Осылайша осы сауапқа жететіндер де, бұның рахатын алатындар да аз деген екен.